Сәлем, мен Абай Құнанбаев боламын. Мен 1845 жылы, қазіргі Семей облысының Шыңғыстауында дүниеге келдім. Қазақ халқының келешегі мен рухани әлемінің мықты өкілдерінің бірі болатынымды бала кезімде-ақ сезетін едім. Мен жақсылық пен надандықтың арасындағы жұбаныш, терең ой мен ұлттық ауруды ажыратамын. Менің шығармашылығым, қазақ поэзиясының алтын қорына айналған өзімнің ішкі дүниемнің сағасында да, қоғамның шындығында да болатын қарапайым, терең сезімдер мен әлеуметтік сырының күрделігі жайында. Қайшылықпен толы қуаныш пен қайғыдан тағылым алуды басты күшім ретінде қаладым. Мен қара сөздер деген еңбегімді жаза отырып, қазақ халқына терең ойлана білуді, рухани жағынан бай болуды, білімнің қаншалықты маңызды екендігін түсіндіргім келді. Мен өмір бойы өз халқымның адал ақпараты мен ұлттық салт дәстүрлерін сақтау, әрі дамыту үшін күресіп, ескілерден тағылым ала отырып, жаңа жол әзірлеуді дәріптедім. Мен өз шығармаларымда табиғаттың сұлулығын, отбасылық ерліктің маңыздылығын, адамгершілікті кездестірдім. Бір сұрақ қойғым келеді. Табиғаттың сұлулығына мақала, ал адамгершілік естелігіне тартыласың ба? Міне, менің барлық шығармашылық ұстанымым осында.